грантовый менеджерлер, ол кісілердің 7 қадамы бар, жетістікке жеткізетін 7 қадамын ол кісілер $1 миллион $1 миллион сатып алған. Неге? Өйткені өзі үшін, командасы үшін. Соның арқасында кез келген жағдайда ең бірінші жаңа айтпақшы, осы 7 қадамды неге бастап қолдана бастадық? Өйткені арманымыздың арқасында, біз де армандадық. Бізде мақсат қойғымыз келді алдымызға. Біз бұл туралы бізде мектепте, институтта, университетте, академияда бізде ешкім ешқашан оқытпаған. Сол үшін өте тамаша 7 қадам, 7 қадамның ішінде керемет пункт бар, приглашение деген. Неге? Өйткені қазіргі таңда біз параллель группада Бухаршин стимді тыңдайтын болсаңыздар, Айгүл Скакова деген керемет жас лидер келе жатыр. Сол кісі айтады, если ақшаң жоқ болса, онда ақшасы бар адам тауып ал. Мәшинең жоқ болса, мәшинесі бар адам тауып ал. Айта алмайтын болсаң, айтатын адам тауып ал. Неге? Осы 7 қадамның ішінде бізде приглашение деген пункт бар, шақыру. Сол шақыруды қалай шақыру керек? Керемет, бүгін сіздерге бөлісетін арманы үлкен, мақсаты қазіргі таңда Францияға күнде план құрып жұмыс жасап жатқан керемет жар, кереметте отбасы бар. Соны сақтап қалу үшін бізге әсіресе әйел баласына жандай білім керек екен. Сол біліммен сіздермен қазір өзінің жаңағы опытымен дейді ғой, өзінің практикасымен бөліседі, өзінің тәжірибесімен. Сол соңына шейін жақсылап тыңдайтын болсақ, онда өте көптеген жаңағы ақпарат иегері болғалы отырмыз. Керемет бір кісі бар, аты осы Қазақстандағы ислам дін қолдап келе жатқан кісі. Менің жолдасым жіберді маған сол видеоны. Сол жерде айтады, Қожа Ахмет Яссауи сол кезде білген дейді, еркектердің тәрбиелеудің қажеті жоқ екен. Барлық тәрбие әйелдерде болу керек екен. Неге? Өйткені әйел баласы бір қолымен бесікте тербетсе, екінші қолымен әлемде тербетеді екен. Ол үшін бізге жаңа қайталап айтам, керемет біздің осы системадағы білім керек екен. Білімді қанша адамға мүмкіндік бар, көмектесу үшін, Құдай қаласа, сонда ақша өзі келеді екен. Сол үшін керемет, қазір соңына дейін тыңдайтын болсақ, Нұргүл ханым, микрофон өзіңізде, мен микрофонды өшірем. Мен сізге сәттілік тілеймін, бизнеста да, өмірде де. Жақсы, тамаша. Рахмет, спонсор, өте керемет построение. Үлкен рахмет, алғысым шексіз. Қайырлы күн барша зумға қатысып отқан әріптестеріме. Мынау бүгінгі күн әрқайсымызға мынау мүмкіндік, бұл бізге беріліп жатқан шынымен де мүмкіндік. Мынау қазіргі кезде біз жаңағы Инстаграм желісі арқылы, басқа да желілер арқылы жалпы өзімізді дамыту жолдарын қарап отырмыз. Соның ішінде айналып келген кезде мысалы Айнұр Тұрсынбаеваға қарасақ, ол жаңағы әйелдің қандай болу керек екенін соған қарап тәрбиелеп жатса, анау Нұра ханым жаңағы әйелдің жаңағы өзінің қасиеттері, мінезі жайлы таныстырып өтетін болса, дәл сол сияқты біздің де осындай керемет білімімізді жетілдіруге арналған біздің де керемет жетекшілеріміздің бізге дайындаған бағыт бағдары, бұл біздің 7 қадамымыз. 7 қадамымыздың біріншісі арман, мақсат, себеп. Бірінші пункт арман, мақсат, себеп. Екіншісі тізім. Үшіншісі сол тізімді шетінен отырып шақыру. Төртіншісі шақырғаннан кейін міндетті түрде маркетинг көрсету. Бесінші КБД дейміз. Алтыншы 100% тұтынушы және жетінші білім жетілдіру. Соның ішінде мынау біз осы жерден өзіміздің жеке тұлға ретінде де біліміміз жетілдіруге мүмкіндік алып жатырмыз. Отбасымыздағы қарым-қатынас, бала тәрбиесі барлығы осы пункттер арқылы жүзеге асып жатыр. Айтайын дегенім, неге мен басқаларды шалып отырмын, себебі мысалы Айнұр Тұрсынбаеваның несіне, сабақтарына қарап кете беретін болсақ, онда сол бағытты қуып кетеді екенбіз, ешқандай да бізге жаңағыдай
ойымыз не істейді, шалқып кетеді екен. Сол үшін де мен барынша ондай басқа Инстаграм желісіндегі ақпараттарды онша өзіме қабылдай бермеймін. Ішінде нақты деген ұнаған бір екеуі ғана болмаса, өмірді өзгертуге арналған. Бірақ қатты беріліп барлығын қарай бермейді екен. Себебі Давлатовтың да өзінің жаңағы өзінің білімі, өзінің сарыны бар ғой, оны да тыңдай беретін болсақ, ол соған кіріп кетеміз. Мысалы дін жағында, дін саласында да бағыт бағдарға қарай кіріп кететін болсақ, ол да біз де соны түбіне қарай кіріп кетеміз, соны зерттеп сонымен айналысып кетеміз. Біз ондай адам емеспіз ғой. Яғни біз өзімізді білімімізді жетілдіру үшін өзімізге қажеттісін ғана аламыз деп ойлаймын. Және де осы білімді жетілдіру мақсатында қажеттісін алу жолында біздің керемет жетекшіміз Атила Гитафалфи осындай 7 қадамды бізге жаңағыдай керемет дайындап берген. Дайындап бергенде оның өзі де бізге арнап өзінің командасының дұрыс білім алуына, дұрыс жол бағыт бағдармен жүруіне арнап осындай кереметте 7 қадамды бізге ұсынып отыр. Соның ішінде өте маңызды пункт десек те болады, мынау шақыру. Шақыру өте шешуші қадам дейді, маңызы зор. Неге? Себебі біз дұрыс шақыра білсек қана бұл компанияға ол адам келеді. Ал біз шақырудың өзін дұрыс білмеген жағдайда біз мынау келмейді ғой, мен айтсам бүйтіп айтады деген сияқты неше түрлі сылтау әңгіме іздеп кетеміз. Соның ішінде мынау шақырудың өзіндік жаңағы ерекшеліктері де бар. Бұл нолевой информациямен шақыру дейді. Ол дегеніміз не? Ол нолевой информациямен шақыру дегеніміз өзіміздің таныстарымызды, әсіресе бауыр боларымыз, сөзіміз өтетін кісілерге осы нолевой информация жақсы жүреді деп ойлаймын. Бірақтан да оның өзіне де абай болу керек. Себебі мінезіне қарай, оның жаңағы ықпалына қарай, жаңағы несіне қарай, оның өзіндік орнына қарай шақыруға болады. Мысалы, мен танысым екенде, мысалы мен мұғалімін, мысалы завуч немесе директорды мен танысым екен деп әйтеурден нолевой информациямен шақыруыма болмайды. Неге? Себебі ол кісілер бұл кісіге шынымен бір жағдай болып қалғанша, бір көмегім тиер деген сияқты мақсатпен келген кезде, бұл сіз басқаша информация айтып отқаннан кейін, ол сізді дұрыс қабылдамайды. Ол жердегі сонша шақырып келген еңбегіңіз еш кетеді. Сол үшін де нолевой информациямен шақырғанда өзіңізге сенімді, өзіңіздің айтқаныңызды түсінеді-ау, сізді сыйлайды-ау деген кісімен ғана осындай нолевой информациямен шақыруға болады. Бұл дегенімізде, мысалы, сіңліңізді, бауырыңызды, туысқандарыңыз әсіресе, мысалы, туыс бауырыңыз болады. Мысалы, Жанар, сәлем, қалай? Мен сенімен бір жақсы жаңағы мүмкіндік жайлы сұрайын деген едім. Сенің осындай сет жүйесінен хабарың бар ғой, немесе жаңағы осындай жаңа информацияға сен қанықсың ғой, менің біраз жаңа білмейтін жерлерім бар еді, соған сенің бір айтар көмегің болса деген, ол кісіге постарение бере отырып шақыруға болады. Ол нолевой информациямен шақыру. Немесе үйге бір шайға келіп кетші деп, мысалы, көршілеріңіз шақыруға болады. Күнде көріп жүрген көршілеріңіз, күнде шайға көршілерді шақыру оңай. Және де мынау құрбыларыңызды, әсіресе құрбыларыңызды үйге бір келіп кетші, бір әңгіме бар еді, біраз ақылдасатын әңгімелер бар еді деген сияқты өзіңізге осылай нолевой информациямен шақыруға болады. Ал бұл жерде өте жақсы, мен мынау көбіне айтамын, мынау осы жерде ситуация жаңағыдай қалай айтсақ болады. Мынау әсіресе айтқан кезде біреуге построение бере отырып, построение, яғни оның беделін арттырып, сенде мүмкіндік бар ғой, сенде осындай біраз жаңағыдай ақпараттардан хабарың бар, мен бір бизнес бастайын деген едім, соған сенің бизнес жайында сенің сәл хабарың бар ғой деген сияқты жаңағыдай осындай ойлар айта отырып шақыратын болсаңыз, оның осы мен сізге бір көмегім тисін деп жүгіріп келетіндей жаңағыдай немен шақыруға болады. Одан кейін қызықтырып шақыру дейді. Қызықтырып шақыру, бұны қалай айтамыз? Бұл
бұл бізде бизнес бар. Бизнеске шақыруға болады қызықтыра отырып, немесе өнімге қызықтыра отырып шақыруға болады, немесе мынау бізде путешествие бар, шетелге бару жағына айту арқылы шақыруға болады. Немесе мынау шақыруға болады, спонсорларды сата отырып шақыруға болады. Бізде сондай керемет жаңа қызықтыра отырып шақырудың бірнеше жаңағы мүмкіндіктері бар. Мысалы, мынау өнімге қызықтыра отырып шақыру дегеніміз, мен саған осындай бір жақсы маска, мынандай бетті жаңа 21 жасасаңыз бір пластикалық операциямен тең деген сияқты, мысалы маска шақыруға болады. Саған ұнаса өзің керек аласың, керек емес өзің білесің деп, солай мысалы маскаға шақыру. Масканы жасап болғаннан кейін ақыры отырсың ғой, мынау информациямен енді бір қанығып кет, өзің керегін аласың, керек емес болса қоя саласың. Мен просто саған айтайын деп жүрген едім, мына маска осы компаниянікі деген сияқты ары қарай уже маркетингіңізді көрсете аласыз. Немесе мынау мен сізбен осындай керемет мені мысалы қазір айтып жатады ғой мұғалімдерде, сен бұрынға қарағанда өзгергенсің деп мен, иә. Сол кезде мен айтамын, яғни мен осылай өзгердім, иә. Осылай өзгергім келетін болса, мен сізді осындай керемет бір кісіге жолықтыра аламын. Егер я десеңіз деп, мен мысалы спонсорыма построение беріп отырып осылай шақыра аламын. Және де мен әсіресе мынау кешегі жаз кезіндегі біздің июль айындағы мынау жаңағыдай путешествие дейміз, Анталияға семинарлар өте жақсы көмектеседі. Әсіресе мұғалімдерге, мұғалімдердің барлығы жаз айында, жаз мезгілінде не отпуск болады ғой, сол үшін де осындай путешествияға баруға мүмкіндік бар. Давай сол қалайға баруға болатынын мен сізге көрсетейін деген едім. Оны мен толық айта алмаймын, оны да жаңағы спонсорым сізге жақсылап түсіндіріп береді деп, жаңағы путешествияға построение беріп шақыруыңызға да болады, қызықтыра отырып. Мынау және де сенде осындай табыс бар ғой, саған бір мысалы 150 мың теңге табысың болатын болса, сол 150 мың теңге артық болмас. Мына жерде бір жақсы керемет мүмкіндікті қазір көріп танысып отырмын. Соған сенде көрсең қайтеді, мүмкіндігі өте керемет екен деген сияқты, уже бизнеске построение бере отырып, компанияға построение бере отырып та шақыруға мүмкіншіліктер бар. Ол қызықтырып шақыру, иә, біздің жаңағы шақыру пунктіндегі 3-ші пунктіміз. Одан кейінгі әр адамның қажетіне қарай дейді. Осы жерде бұл да мына өмірде жақсы көмектеседі екен шақыру кезінде. Бұны да мен біраз қолданып көрдім. Енді әркімнің өзінің жаңағыдай несіне қарай ғой, шақыру ерекшелігіне байланысты ғой, иә. Мен сіздерге жаңағы үйретпеймін, өздеріңіз ішінен осылай істесек болады екен деген сияқты өздеріңізде бір қалау болатын болса, онда қолданып көрсеңіздер болады. Әр адамның қажетіне қарай шақыру деген ол не? Ол дегеніміз мысалы әсіресе әйелдерде, иә, мынау әйел баласында мына стресстің барлығын негізі маткаға жинайды екенбіз. Содан адам жаңағыдай аурулар, әсіресе маткадегі эрозия, миома, киста жаңағы деген сияқты, иә, сондайлар болып жатады екен, выделение келіп жатыр деп жатқан жағдай болатын болса, онда міндетті түрде осы жерде керемет осындай мүмкіндік бар. Давай сен осы женскийіңа бір көрсейін деп шақыруға болады. Немесе біреуді жаңағыдай осындай бір жағдаймен жүреді, бір тірлік бастасам екен, бір жұмыс бастайын деп жатырмын, немесе мынандай жұмысқа тұрайын деп жатырмын деген сияқты сондай айтқан кезде, давай мен сені тағы бір мұғаліммен жолықтырайын, немесе жаңа бір осындай қызметкерім бар еді, сонымен жолықтырайын. Ол да бір жолын көрсетер. Мысалы, бухгалтерия мамандығын жұмысқа тұрғысы келіп жүрсе, мен қасымда бір бухгалтер кісі бар, содан бір ауыз ақпарат сұрауға болады деген сияқты қылып та шақыруға мүмкіншілік бар, иә. Және де қажетіне қарай шақыру дейді. Әйелдер көбіне неден шаршайды?
ерлі зайыптылардың арасында әсіресе түсініспеушілік болады. Сол түсініспеушіліктер, сол жайында әңгімелессек, сол жайында біраз ақпарат бөлсек, сол жайында бір жаңағы әңгімем бар деген сияқты нәрсемен шақырсаңыздар, ол да өтеді екен. Яғни өзіңіздің құрдастарыңызға, өзіңіздің құрбыларыңызға осындай жайттарды айта отырып шақырғаннан кейін, біраз әңгімеңді айтып, мен саған осындай мүмкіндік бар еді, соны сізге көрсетіп жіберейін деген едім деген сияқты өзіңнің барынша біздің бұл жерде амал тәсіліміздің бәрі неге айналып келіп соқтырады? Біз маркетинг көрсетуге, иә. Сол маркетинг көрсеткеннен кейін бар оның кім екенін білеміз, иә. Сол сияқты осылай қызықтырып, жаңа қажетіне қарай шақыруға болады. Одан кейін мынау осы шақырудың барлығын дейді маркетингті ұйымдастырғанда, мысалы біз ашық маркетингтерде 2-3 күн бұрын шақыру дегеніміз ашық маркетингтерге шақыруда, және де маркетингті офисте өтуде, иә, осы 2-3 күн бұрын кездесуге шақыруға болады. Кездесуге шақыра отырып біз маркетинг көрсетеміз, иә. Сол кездесуге шақырғанда 2-3 күн бұрын. Неге 2-3 күн бұрын айтамыз? Себебі бірінші күн ертеңге келіп кетші десең, уақытым жоқ деуі мүмкін, иә. Сол үшін алдын ала, мысалы субботаға дайындау үшін, мысалы дүйсенбіден бастап субботаға біз жаңағы ашық маркетингке адам шақыруымыз керек, иә. Ол жақсы жүреді. Неге? Себебі мен көп байқаймын, жүреміз да жұма күні шақырған кезде ешкім келмейді. Алдын ала айтып жүріп, осы суббота күнге келсең болады, ақыр сен суббота боссың ғой деп жаңағыдай 2-3 күн алдын айтып жүрген кісілер онда келіп жатады да. Соған қарай біздің өзіміздің өмірдегі практикамызда, өзіміздің басымыздан өткен жағдайларға қарай мен айтып отырғаным, осындай жағдайлар болған. Сол үшін де шақыру пунктінде бәрінша мұқият болғанымыз дұрыс. Сонымен қоса, мынау шақырған кезде маркетингті барынша өзіңіз жаңадан келіп жатқандарыңыз болатын болса, барынша өзіңіз тезірек жаттап алуға тырысыңыздар. Өзіңіз көрсеткеніңіз дұрыс. Неге? Өйткені КБД-ны спонсор жүргізсе, одан да керемет болатыны сөзсіз. Және де мынау бизнесте айтады ғой, сенің бизнесте қабылдап келуінің пайыздары болады ғой, соның 80% дейді. 80% КБД-да дейді да, ал 20% ғана маркетингте дейді. Яғни сол үшін дейді, сіз нені таңдауыңыз керек? 80-ні ма, 20-ны ма? Егер спонсорыңыз маркетинг көрсетіп, КБД-ны өзіңіз жасайтын болсақ, не алдың деп ертесіне, онда уже не істейді, орын ауысады, уже ол 20% маркетингті ғана тыңдайды да қояды, КБД уже жүрмейді деген. Ал барынша маркетингті өзіңіз көрсетіп, КБД-ны жетекшіңізге жасататын болсақ, онда уже 20-ға 80 қосып, 100% оның бизнеске келуіне мүмкіншілігі зор екен. Осы жерде бәріміз көбіне қателесіп жатамыз, жетекшіге ысырып қойып, жетекшіге маркетинг оқытып жатамыз. Ол мүлдем жаңағы өте қиын жағдай. Неге 20% ғана уже қабылдайды екен. Сонымен осы шақыру мына пунктіндегі маңызды шешуші қадам екені түсінікті. Барлықтарыңызға енді әркімнің жаңағыдай, сосын осы жерде айтады ғой, біздің жаңа жетекшілеріміз мына пункттердің әрқайсысында дейді, егер жетекшім жасап беру керек, жетекшім міндетті дейтін болсаңыз, қатты қателесесіз. Себебі не? Арманды армандау үшін сіздің арманыңызды жетекшіңіз армандап бермейді ғой, немесе тізіміңізді сіздің жетекшіңіз білмейді ғой, немесе мына шақыруда сіздің ол кім екенін, сізге кім болатынын, оған қандай жаңағы ситуациямен шақыруға болатын жетекшіңіз білмейді. Ал жетекшіңіз біледі, сіздің шақырған кісінің өте жақсы жүреді екен. Осы жерде мен жаңа айтып кетейін.
жетекшінің мына КБ-ды жасағандағы негізгі маңызды ақпараты ол дегеніміз сіздің шақырған кісіңізді маркетинг көрсетесіз ғой. КБ-ды жасаған кезде ол кісінің ол алла ма, ол кім, оның ақшасы бар ма, оған жетекші қарамайды, тек бизнестің керемет жағдайларын көрсете отырып, оны не істейді, 80%-ға көтере алады екен. Сол үшін де маркетингті барынша өздерің жаттап алып, маркетингті бір сыпыра көрсетіп, КБ-ны жетекшімен жасаған өте шешуші қадам екенін түсіндім. Енді бұл жерде сіздердің ешқайсыңызды үйретпейміз, тағы да айтамын. Біз тек қана барымыз, өзімізден өткеніміз, өзіміздің мынау осынша уақытты жүргендегі қателіктерімізден сабақ алғанымызды, соның барлығынан іліп аларларыңыз болатын болса, өздеріңізге қажеттілерін болатын болса, түртіп алып, естеріңізде алып жүрсеңіздерге болады. Осымен спонсор менің бар айтарым осы шақыру пунктіне. Қазірге алғысым шексіз. Бүгін мысалы жаңағы КБ-ды жасап қайттық қой, сол кезде түсініп жатырмын. Жетекшінің үлкен рөлін. Енді былай да біліп атамыз ғой, бірақтан да жетекшіге үлкен сенім артатын болсақ, онда жетекшінің өзінде де бізге деген желаниесі ашылады екен, соны түсіндім. Мысалы, мен жетекші ретінде мысалы ұлдамай апарды ғой, ол кезде оған көмектесуге деген уже менің желанием ашылып, ол жерде менің өзіңнің де энергияң уже таси бастайды екен. Сол жағынан өте жақсы көмек болды. Осы рахмет барлықтарыңызға, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға. Болса. Өте тамаша. Бәріміз семьямызбен тыңдап отырмыз. Өте тамаша, керемет. Мына бүгін приглашение туралы өте көптеген ақпарат алдық. Шынымен өзімде алдым ақпарат, өте тамаша. Нұргүл ханым, бизнесіңіз алға қарай жылжи берсін, үйрене берейік, көптеген ақпараттар ала берейік. Бұл пікір алмасу, практик болу керек қой, негізі өмірде, практик алмасу болды. Тамаша. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет. Сау болыңыздар.